31, 32, 33 бөлімдері өте мұңды эпизодқа толы. Тіпті бұл серияларын өзім жылап отырып көрдім. Қазір сіздерге толық баяндап беремін. Мелек Джиханмен айырылысқан үшін әлі де қайғырып жүр. Өткен араларындағы сезім емес, өте төсекте болған ғой. Сол үшін де әлі де өкінеді, бір жағынан қайғырады. Бұны Нұх байқады. Не үшін бұлай болып жүрсің? Әлі де Джиханды ұмыта алмай жүрсің ба деп сұрақ қойып жатыр. Мелек мазамды алма, маған ешкім тиіспесін, ештеңе деме деген сияқты сұрақтармен жауап беріп жатыр. Бірақ сонда да Нұх қоймайды. Жетер болды. Енді ол жігітті ұмыт. Бізді ешкім жақсы көрмейді, бізді ешкім жақсы көрмейміз деп. Бірақ Мелек жылап тұр. Ал бұнда көріп отқандарыңыздай Джихан, Таксин, Сәмет бұл жерде бір жұмыстары болады. Сол жұмыста келісіп, келісімге келіп жатыр. Тағы да серіктес болып жатыр. Сол үшін қуанып жатыр. Бірақ бәрібір де Джихан сенбейді Таксинге. Шындықты білген Сибилай көлігімен ашуланып өздерінің жекежайына келеді. Бұл жерде қызметшілер таң қалып жатыр. Соншалықты қалай, неге, не үшін ашуланып келді екен деп. Енді бұл жерде жыны өте қатты, тіпті ашуланып ас үйге кіріп кетіп, қолына пышақ ұстап, өзінің асырап алған анасы Хикметке қарай жүгірді. Бастапқыда Хикмет білмеді, бірақ қолындағы пышақты көргеннен кейін барып түсінді. Және қинап, тіпті терісіне кішкене кесіп тастады. Кәне, шындықты айт, сен мені не үшін асырап алдың? Қалай асырап алдың? Туған әкем кім деп. Ешкім бұл жерде көмектесе алмай тұр. Қызметкерлердің өзі қарап тұр. Қорыққан Хикмет, ағам біледі, ағам барлық жоспарды ұйымдастырған деп ақталып жатыр. Өйткені жан керек қой. Осыдан кейін жылап қалды. Кәдімгідей мойнынан кішкене сызат түскен. Сибилай қолындағы қанжарымен, тіпті оның қанжарының ұшы қан тамған, ашуланып қонақ үйге келді. Сәметке келді. Осы жерден Сәметке шабуыл жасап, тіпті оны да қорқытып үлгерді. Не істерін білмей қалды. Қалай жауап берерін де білмейді. Қане айт, сендер бар шындықты біле тұрып, мені осындай іске тіпті үйленуге мәжбүр еткен не деген ақымақ адамсыңдар. Алла жазаларыңды берсін деп. Мына жерде Джихан оны артынан келіп, қолында пышағын лақтырып жібереді. Осы жерде жылап жатады. Ал мұнда Мелек жағдайы нашарлап, тіпті туалеттен шыға алмай жүрегі айни береді. Қорқып жатыр, қазірден қорқып жатыр. Не үшін менің жүрегім айниды? Мүмкін мен тамақтан ұшынып қалдым ба деп. Бірақ біледі ғой, араларында не бар екен, түсіне алмай жатыр. Сумру осындай кілем сататын жерге жұмысқа қабылданып, кілемдерін реклама етіп жатыр. Таксин болса, сүйген әйелінің сыртынан ғана қарап, ештеңе жасай алмады. Осы кезде бір жұмыстағылар хабарласып қалады, тез жетіңіз, қайтыңыз деп. Амалсыздан кетеді. Әйтпесе Сумрудың қасынан кеткісі келмейді. Ал Мелек өз ойының рас болмағанын тілеп, аптекаға жүктілік танытпайтын тест алуға бара жатыр. Әрине, ағасының көлігін алып аптека. Ештеңеден хабары жоқ Асад кухняда тамақ ішіп отырады жұмыс орнында. Бірақ қызметкерлердің Сибилайдың пышағы келіп, Сәмет мырзаны жаралады дегенін естіп, ашуланып барады. Сибилай соншалықты кім менің әкеме жарақат салатындай деп әкесіне келеді. Әке, болған жағдай шын рас па? Ол Сибилай соншалық құтырды ғой. Не үшін саған олай етті деп. Сәмет мырза жауап беруге асықпады және жауап бергісі келмеді. Өтінем Асад, тек сен тыныш жүр, ештеңеге араласпа. Барлығын өзім шешем. Әкесінің ашуланып сөйлегенін естіген Асад үндемей қалды. Жарайды деп. Алдында Сибилайды құшақтап, Джихан қонақ үйден алып шығып баратыр. Ашуыңды бас деп әзер көндірді ашуын. Барлығын өзін түсіндіремін деп алып кетті. Бірақ ештеңе де түсіндіре алмайды. Әкесіне қастандық жасаған Сибилайды құшақтап кетіп бара жатқанда Асад ашуланып қалды. Мелек әлі де көлігімен келе жатыр.
бар ойы жүкті болып қалмасам екен деп. Осылай жақын маңдағы аптекаға келді. Аптекадан жүктілік анықтайтын тест алды. Сибилайдың ашуын басу үшін Жихан ешкім жоқ жердегі тауға келді. Осы жерде Сибилай айқайлап, бар даусымен жылап, ішіндегі нәрсесін ақтарып жатыр. Жихан, неге сен шындықты біле тұра маған ештеңе демедің? Неге? Тек шыныңды айт, жауап бер, деп сұрақ астын алуда. Аптекадан тест алған Мелек таң қалды. Өйткені өзінің ойлағаны болды. Бұл жүктілік тест еді. Жүктілік болды. Енді не істерін білмей, қайда не істеймін, не қоямын деп өзін әрең ұстап тұр. Өйткені Жихан екеуі ажырасып кетті. Сене алмай қайтадан қарады. Қайтадан қара кезін тоже екі сызық шығып тұр. Енді Мелек не істейді? Жихан болса Сибилайға әлі де жауап бере алмауда. Өйткені қызды алдап арбап үйленгенін барлығын біледі. Тіпті қалай ақталарын да білмей тұр. Мелек болса қайғырып, жүгіріп, жылап шықты. Енді мен не істеймін? Қалай болады? Баланы қалай алдыртам деп. Қайта-қайта жылап, мұңайып жүрген Мелекті таксиннің үйіндегі үй қызметкері байқап қалды. Тіпті жұбатып, құшақтап жатыр. Ал мұнда Нұх пен таксин таза ауада шашлык жеп, донер жеп, пицца жеп, айран ішіп, өздерінің мәселесімен отыр. Алдағы уақытта қандай жоспар болатынын барлығын талқылап бірігіп отыр. Тіпті таксин Нұхтың көңілін көтеріп жатыр. Өйткені бұл да қайғырып жүрген Сибилайды ойлап. Анисаның лашығында Қиямет ханым үйінде отыр. Ол ешқандай жұмыс жасамайды. Шындықты айтқаны осы кемпір екенін біліп, Хикмет үйіне келеді. Есікті соншама тартылдатып, аш есікті, аш деп айқайлап жатыр. Бар ашуымен келіп, кемпірге тиіседі. Сен сонша кімсің, сорлы? Сен менің шындығымды айтатын қандай батылың бар да, мен саған көрсетем. Сен кемпір мені білмей жүр екенсің. Каппадонияның бүкілінде жер бастыра алмайтындай едім сен кемпірді деп біраз ұрсып жатыр. Осы кезде Аниса ортаға түсіп, сен соншалықты тәкаппар болма. Сен өте мейірімсізсің. Шық үйімнен. Сен бүйтіп айтуға қақың жоқ деп қуып шықты үйден. Ашуланған Хикмет не істерін білмей тасты лақтырды бұл үйдің терезесіне. Бар ойы осы терезені шағып ашуын алу ғой. Бірақ ешкімге тиген жоқ. Басқа бөлмеге тиді, жатын бөлмеге. Соның өзіне кемпір шошып кетті. Бұл қалай болғаны? Осы шалқып тас жүрек болуға болар ма екен? Соншама терезені шағып не көрінді деп ашуын баса алмай жатыр. Жұмыс жасап келген Сумұру алғаш рет өзінің айланы тамақ алып жатыр. Бірақ әлі де Хикметтің нәрсесін білмейді. Кездейсоқ сөйлесіп жатқан кезде Хикметтің ісін естіп таң қалады. Ол сондай адам, не деген адам, бізде не шаруасы бар, барлық байланы тастап кеттік қой деп. Соның өзін Аниса айтып жатыр. Уайымдама, ол сондай мейірімсіз әйел, оның ашуы басылады, кейін қайтып келмейді деп. Жансаланың жеке жайында Асад дастарханның үстінде, сен неге әкеме шабуыл жасаған Сибилайды бағана құшақтап алып кеттің? Сибилайға неге жазасын бермейсің деп жатыр. Сол кезде Жихан ашуланып кетіп Асадқа, сен ештеңеге араласпа, мен өзім білем, өз жұмысыңмен жүр деп осылай қырылып кетіседі. Самет болса ешқандай ортаға түскен жоқ. Тек қойыңдар болды, жетер деген сөзді ғана айтты. Ал әкесіне де барлығына жаны келіп жүр. Жихан не істерін білмей. Бұнда жеке жайдың сыртында аңдып Мелек отырды. Өзінің жүкті екенін Жиханға жеткізу. Сол үшін де жеке жайдың алдында ағасының көлігіне мініп аңдап отырды. Осы кездері қарап отқан кезде Жихан шығады көліктен. Ашуланған Асад жеке жайдағы балконда тұрады. Бұны қызметкер Эмине жақсы көретін, бала кезден жақсы көретін. Ешқандай тамақ ішпегеннен көріп, осыған сусын әкеліп берді. Осы кезде ғана Асад бұл қыздың сұлулығын байқап, тіпті қызға сөз айтып тиіскісі келді.
артынан аңдып келе жатқан көлікті байқап келе жатыр. Әрине бұны Нұқтың көлігі деп ойлады. Сол үшін де белінде міндетті түрде мылтықтары жүр екен, пистолеттері жүр екен. Мелек шыққан кезде пистолетін алып атқылайын деп жатқанда Мелек екенін біліп қайтадан кері салды. Сол кезде Мелек: «Иә, мені ат, мен саған жаумын ғой» деген сияқты сөздермен ұрсып жатты. Негізі өзінің жүкті екенін айтуға келген. Ал Жихан болса: «Тағы да қандай жоспар дайындап келдің? Бұл жолы мені қалай алдамақсың?» Осылай Мелектің көңіліне тиді. Мелек осы кезде ішін ұстап тағы да айтуға ұмтылды. Бірақ кино болғаннан кейін әлі де қызықты болу үшін Жихан Мелекке сөз бермей жатыр. «Кәні айтсаңшы, тағы қандай жоспарың бар? Мені қалай алдайсың? Тағы не істейсің? Кәне шындығыңды айт. Уже сенің неңді біліп алдық». Кәдімгі намысына тиді. Солай кетіп бара жатты. Соның өзінде жақсы көреді Жихан, бірақ әлде әкесінің несін айтқанынша сенбей жүр. Тағы да шындықты айтайын десе айта алмады. Намыстанып кетті. «Сенің маған байлығың да керек емес, ақшаң да керек емес». Тақсин Нұқ есік алдына келгенде көлігін көрмейді. Нұқ қызметкерлерден сұрайды: «Менің көлігім қайда?» деп. Сол кезде айтады: «Мелек мініп кетті, осыдан 3 сағат бұрын кеткен, әлі де келмеді» деген сияқты жауап беріп жатыр. Нұқ уайымдап қалды. Қайда кетті бұл қыз деген. Мұнда Мелек қайғырып тұр, өзіне қол жұмсамақ, бірақ ішіндегі бөбегін ойлап жатыр. «Жоқ, мен былай бара алмаймын» деп қайғырып жатыр. Осы кезде менде Мелекпен бірге қайғырып бағана кинода жылап алғам. Әйел адам үшін ең қиын нәрсе, қиын таңдау. Мелек келіп қалар деген оймен шай ішкелі жатыр, бірақ қызметкер келгеннен қызметкер айтты: «Бүгін Мелек өте мұңды және жылап жүрді» деп. Осы кезде Нұқ шошып кетеді. «Шынымен де солай болды ма? Қандай жағдайда жүрді?» деп. Ол өте жылады, асығып үйден шығып кетті деп. Содан кейін қанша рет звондаса да телефонын көтермейді. Телефоны мен сумкасы құздың жиегінде жатты. Нұқ қатты уайымдай бастады. Енді Мелектен айырылып қалам деп ойлады. Өйткені соңғы күндері мұңайып жүргенін өзі де білді. Ғашықтықтан мұңайып жүр деп ойлады. Десе де оның астында үлкен мән бар тұғын. Бірақ Нұқ Мелектің жүкті екенін әлі күнге дейін білмейді. Тақсин аға екеуі көлікпен естіп жылап жүр. «Шынымен де мен Мелектен айырылып қалсам, мен үшін өмір сүру қиын» деп ағасына жылап жатыр. Өйткені бала кезден бірге өскен бауыры ғой. Бір кезде Мелек келді, өйткені өзінің райынан қайтты. Осы кезде қызметші ағаң істеп жатыр деп осы жерде звондап аман есен екенін айтқанда Нұқ қуанып жатыр. Аллаға шүкір, ол тірі деп. Осындай кезде бауырдың қаншалықты бір-біріне керемет бір бауыр екенін көрсету бір керемет сезім. Бұл жерде де қосылып жылап алдым. Не деген сүйіспеншілік бір бауырлардың арасында деп. Мелек үйден осылай жүгіріп шығып, ағасын құшақтап, «Мен жақсымын, менде бәрі жақсы» деп ақталып жатыр. Мұнда Тақсиннің өзі жылағысы келіп тұр. Екі бауырдың бір-бірін қимай осылайдай құшақтасып жатқаны кәдімгідей еріксіз жылатады. Мелек пен Нұқ өте жақсы адамдар негізі өмірде, кинода. Енді кетіп қалма, енді ескертіп жүр деп. Мұнда Тақсин ғашығы Сумруды қолмен ұстап тұр. Әрине бөлмесіне қайтадан картинкасын ілді. «Саған қолым қашан жетер екен? Сен мені қашан маған қарайды екенсің» деп. Ал Мелек өз бөлмесіне қайғырып жатыр. Кейіпкерлердің барлық эмоцияларын көрсетіп жатыр бұл эпизодта. Тіпті Жихан да жылайды бұл жерде. Мына жерде Семилай да жылайды. Ғашығын ойлап. Нұқ та мұңайып жатыр. Барлығы мұңаю үстінде. Бірақ киноның соңында көрсетеді бақытты болған. Осы фильм сериалдың соңында. Мына жерде Сумру да өзі ойланып отыр. Аяқ киім бұлай бұрын сүртпейтін. Аяқ киім сүртіп, кедейлік өмірдің ащы дәмін сезініп жүр енді ғана. Мелек әлі де қайғыруда, тіпті жүкті екенін әлі де ешкімге айта алмай қиналуда. Мұнда Жихан да қиналуда.
тіпті көзінен жас шығып, екеуі бір-бірін ойлап, қатты ойлағандықтан әлі де қайғыру үстінде. Баласын енді қалай өсіремін, қалай жетілдіремін. Осы кезде Мелек Сумру анасының бұрын жүкті болған кезде қандай жағдайда болғаны есіне түсіп қиналып жатыр. Сибилай болса көлігіне отырып үйден кетіпті, бірақ оны әзірге ешкім біліп жатқан жоқ. Көлікпен бір шеткі жерге барып, Нұққа телефон соқты. Басында Нұқ ұйықтап жатады. Телефоны қайта-қайта шырылдағаннан кейін ұйқыдан тұрып көтеріп еді, Сибилай екен. Таңғалып қалды. Не үшін звондап екен деп. Өтінем, Нұқ, тез жетші, мен саған бірдеңе айтуым керек деп Нұқты шақырып алды. Нұқ әлі де сүйетін болғаннан кейін бірден машинасын көлігін тастап бірден Сибилайға жүгіріп барды. Осы кезде сен неге мені алдадың, неге шындықты басында айтпадың? Біз бір-бірімізге бар шындықты айттық қой деп. Ал мұнда Хикмет айқай шығарып жатыр. Сибилай жоқ, Сибилайды Нұқ алып қашып кетті деп. Әйтпесе Сибилайдың өзі кеткені белгілі, бірақ сонда да кішкене шу шығару үшін Сибилай Нұқтан бар жауапты сұрап жатыр. Нұқ айтып жатыр, сенің ешқандай қатысың жоқ, мен тек Сумрудан ғана кек алу үшін келгем. Бірақ сені көріп ұнатып қалдым. Саған не сезім ешқандай өтірік емес, әлі де сүйемін деп Сибилайға өз шындығын айтып жатыр. Ал Хикмет бар даусымен үйді көтеріп ағасына келді. Аға, Сибилайды Нұқ алып қашып кетіпті. Осы кезде Сәмет, сабырла, қойшы, ондай сенің қызыңды ешкім алып қашқан жоқ, ол өзі кетті. Ол үйден неше мәрте қашып кетті деп. Осы кезде Жихан келіп қалды бөлмеге. Қандай сұмдық, не сұмдық болды деп. Сол кезде Сибилайдың жағдайын естіді, кетіп қалған. Тағы да әкесіне ала көзбен қарап, бұл кетіп қашып шынымен де Нұқ алып кетті ма деп ашуланып сұрады. Ал мұнда Нұқ екеуі Сибилай қайтадан жарасып, татуласып, арасында сағызға таласып, осындай эпизодтар болып жатыр. Екеуі бір-бірін қауышып, татуласып, ендігі мәселе Сибилайдың әкесін іздеп табу. Менімен бірге барасың ба деп. Ал Нұқ болса, сенімен қандай жерге болса да барамын деген. Осылай Сибилай екеуі қайтадан жарасып кетті. Жихан болса мұнда тағы да айқай шу шығарды. Әке, сен неге сонша қамсызсың? Нұқ оны алып қашып кетті. Түсінесің бе? Сибилай менің әйелім. Ол менің әйелін алып кетуге ешқандай қақысы жоқ. Басына көтеріп жатыр. Солай Бинамиге тезірек жігіттер жина, бір жерге барамыз деп. Алғаш рет Бинами өзіне жақсы қараған Жиханға таңғалып қалды. Тіпті Хикмет те бұл жерде отқа май құйғандай құйып жатыр ғой. Тезірек тауып алып келіңдер қызымды деп. Осындай жігіттерді жинап, қолдарына бір-бір қару берген Жихан нағыз бау-бескейлер сияқты адамдарды жинап, тіпті Сибилайдың телефонына қайда жүргенін білетін бағдарлама орнатып қойған екен. Оны Сибилай білмейді. Осылай арқылы Сибилайдың қайда не істеп жүргенін барлығын біліп алып, іздерінен екі көлік болып келе жатыр. Ал мұнда Сибилай мен Нұқ оны ештеңе білмейді. Екеуі керемет көңіл күймен шай ішіп, тіпті көліктерімен Сибилайдың ауырып жатқан әкесін іздестіруге шықты. Өйткені Сибилай өзінің туған әкесінің аты кім екенін әлі күнге дейін білмейді, бірақ туған ауылына бара жатыр бай әкесін табу үшін. Жихан қарулы жігіттерін қасына алып, уже Сибилайды тауып талды. Осы кездері Сибилайдың алдынан көлікпен кес-кестеп, тоқтатып, қаруын алып Нұққа тақады. Сен неге менің әйелімді алып қаштың? Нұқ болса, ол менің сүйіктім, ол менің ғашығым. Екеуі осы кезде сөзге келісіп қалды. Нұқта табаншасын кезеді, тіпті Жихан да табаншасын кезіп бір-бірін атуға дайын. Сибилай, жүр кеттік, менің қасымда боласың, үйге қайтамыз, мені тыңда деп жатыр.
не істерін білмей, екі ортада шок болып, әлі де таңдауын жасай алмай тұр. Жалғасы бар келесі бөлімін ертең салатын боламын.